Сәлем достар. Бүгін біздің Аялёка екеуміз бантик істейміз, қараңыздаршы. Аялёканың шашында бантик жоқ екен. Сол бантикті біз өзіміздің қолымызбен істейміз, Аялёка, Бізге бантик идея. Мына бұл бантик істейміз. Ол үшін бізге не керек? Біз настық клейкамызды қосамыз, тоққа тығамыз. Бүйтіп, өткіз болға дейін. Сен Айла, мынау ыстық болсын да, қызып тұра берсін бір шетте. Оға дейін біз лентаны қырқамыз. Мынандайын ашып тастаймыз. Аялёканы артығын қырып тасташы. Мына жаққа кел. Қырық наны. Қырық. Жөндеп қырық. Молодец. Көрдіңіздер ме, Аялёка күшті қырқады. Қазір тағы да. Аха, біз енді осылайынан бантик жасаймыз. Қоя тұр, Аялёка. Ал енді біз мынаны қазір ораймыз. Міне кішкентай бөлік. Мына жақ астына орташа бөлік. Және де үлкен бөлік аламыз. Қоя тұр, өзім айтам, Аяла. Өзім айтам, сен қырықпа. Міне бөлікті алдық. Аялёка ана жақты қырқа қойшы. Қырқа қой, қырық. Жай, абайла, қолында абайла. Ой, молодец. Мен қараңыздар, осылайынан бөліп алдық. Енді біз ортасын біз жеп әкемеппіз, қазір жеп алып келейік. Достар, біз жеп ұмытып кетіппін, сөйтіп міне алып келдім. Енді жаңа ұстап тұрып қараңыздар, кішкентай, орташа и үлкен қылып алдым. Енді осының дәл ортасын жіппен орап тастаймыз қазір. Бүйтіп қолмен жинап аламыз. Және де бантикпен, аны жіппен орап тастаймыз. Қырық, Аяла. Қайшына, жіпті қырық. Жіпті қырық. Опана, молодец. Міне, мына кішкентайы, орташасы. Қызым қырықпай тұр. Мынан қараңыздар, осындай болып шыға. Кеттік біз. Енді бұны қоя тұрамыз. Аялёка, енді сен мына жерден қырық. Окей, енді осыны біз астын әдемілеп қырқамыз қазір. Бір тегіс қылып. Көз берем саған, қызым. Қазірше мен әкелем, Аялёка. Спичка әкелем, спичка. Спичка әкелем мен. Біздің үйде спичка жоқ екен. Оның орнын андайды қолданып көреміз. Көрейік ал қандай болады екен. Кеттің ба? Спичка жоқ екен ғой үйде. Міне, енді ыстық білеймен мынан астына кетіп жабыстырамыз қазір. Кеттік. Міне мынан астына бетіп клейден кішкене қойамыз. Құйдық. Енді мынан ортасын тауып аламыз. Және де осының ортасын жоқ болғаннан кейін бетіп айдалаймыз да бетіп қосамыз ортасына. Қызым, қырықпаймыз. Қырықпаймыз. Кеттігамыз. Қараңыздаршы, бізде осындай нәрсе қоя тұр, қызым. Дайын болып жатыр. Мынандай артықтарын бәрін күйдіріп алып тастайық. Осындай бол. Жоқ. Аялёка, енді мынандай қырып бер маған. Неха. Қырқып берші мынандай жағын. Вау, мамина помощница. Молодец. Ойбай, кәнім не қылды? Іштерсе болған жоқ.
Ештеңе болған жоқ. Абайласай. Өзі қырқан мақұл. Енді осыны аламыз да біз екі жағын бүйтіп кішкентай қылып жабыстыра саламыз бүйтіп. Біздің Аялёка қайшыны дұрыс ұстамаймын деп қолын ауыртып алды. Достар, қайшыны ұстайтын кезде абайлап ұстаймыз, Аялёка, иә? Иә. Бүйтіп ұстаймыз. Иә. Қырқпай тұрсай, қызым. Қырқпасай. Қырқпай тұрма? Мына екеуін міне жабыстырып алдым екі жағын. Енді осыны аламыз да. Міне осылайынан алып, бұлайынан қазір. Қызым, керек емес. Керек емес. Осылайынан алып, міне жағын бәрін неғыстайық. Қорқпайсың ба, мама? Қорқпаймын. Міне осыны аламыз да біз бұлайынан екі жағынға бірдей қылып шығарып аламыз. Сөйтеміз да жаңағы істегенімізді алып келіп, бүйтіп айналдырып алып келеміз да екінші жағына клейлеп қоямыз. Мына жағына қазір клейлейміз. Әке, осыны клейтейін, мама. Қоя тұр, қызым. Сен көп басып қоясың ғой қазір. Әке, мен кісі нандесің ғой. Мама. Міне бір жағын клейледік. Енді екінші жақ бүйтіп алып келіп клейлеп қоямыз. Қызым, қоя тұр. Мама. Қоя тұршы енді. Достар, қараңыздар, бізде осындай бантик шықты. Қазір енді осыған Аялёканың шашына келетіндей қылып резинкасына клейлеп қоямыз. Достар, бізде еще көк резинка болмағаннан кейін қара резинка қадайын деп тұрмыз қазір. Кеттік бастаймыз, анакі. Міне теріс жағы осы жерге клей жағамыз. Енді жаңағы резинкамызды осыған клейлеп қоямыз. Негізі, егер бантик көп болса, көк резинкамен істеген жақсы. Бізде көк резинка болмай қалғаннан кейін қара резинкамен қыстырып қойдық. Қараңыздар, міне басына біз уже Аялёканың бантикті тағып қойдық. Күшті болып шықты. Енді қазір екінші жағын істейміз. Аялёка, саған ұнады ма? Жанымен. Достар, қараңдаршы, қолдан неше түрлі әдемі бантиктерді жасауға болады. Бізде бүгін спичка болмағаннан кейін шамалы қиындау болды. Келесі жолы осындай мастер-класстармен бөлісеміз.